Selamünaleyküm. Bizim Nur Naftalan Sanatoriyası'ndan müalicə şöbəsindən hal-hazırda bizim yanımızda olan Qazaxıstandan gələn qonaqlarımız var. İndi də hal-hazırda onların Qazax dilindən qulaq asaq onların aldığı bizdən müalicələrimizi. Dostlarınız aytasınızmı kelsin, endi aytaveriniz. Ya. Assalamualaikum. Men Azerbaycan xalqqa biz Astaнадан kelib, 31-желтоқсаннан Бакуден Амансқа өттік аэропорттан. Аэропортта өздері такси транспорт біздер жақсы қарсылаған екен. Бәрі аэропорттан Нақталан қаласына алып келген екен. Санаторийсы Нұр Нақталан. Нұр Нақталаннан өте жақсы администрациясы ұйымдастырып, біздерді мына комнатаға көрсетіп, өздерін біз жұмыс келтірміз. Мына менің жолдасым, несібелі, өзім Мақсұт атымы, мына інімнің жолдасы, Байзада. Енді емі жақсы деп, тамақтар жақсы, процедура негізі бізден ауырып мынау аяқ. Ең мынау халықтан өте жақсы көрсеткен екен. Сосын 31 декабрьда біз жаңа жылды осында да қарсы алдық та. Директоры келіп, Рашат Михайлов, біздерді құттықтап, емшілік болды, концерті көрсетті. Тек мына Азербайжан халыққа өте ризамыз. Naftalan manamız енді сізге қандай жақсы болып кетті? Өте жақсы, жаңағыда айтып кеттім ғой енді. Қыздарымыз леченияларда қандай жақсы болып кетті? Лечениесі жақсы, көңілді, процедура 8-9 процедурды алдық. Света ваннада, сосын тағы да фонаресті неше түрлі, сосын магнитотерапиясы, ударнотерапиясы. Өздері соның ішінде бар ғой енді? Иә, соның ішінде онысы болмайды. Күнде таңертеңнен бастап 2-ден алып жатырмыз процедура. Нешінші рет бұл жақта келіп жатырсыз? Мен уже екінші рет. Тамады болса тағы да келетін боламыз. Достарымыз, енді біздің соң Қазақстаннан келген қонақтарымыз, енді сіз өзіңіз тыңдап алдыңыз, қандай сөйледілер, өздерінен бәрін живой интервью алып қойдық. Сәлем. Енді сіздерді күтіп жатырмыз сол санаторияда, Нұр Нақталан санаториясынан. Сол әкеміз